Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, тестасы өте жұмсақ болатын ерекше пирог, восточный пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылған. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майды саламыз. Үстіне қант қосып, қантымыз аздап ерігенше екеуін жақсылап араластырып аламыз. Менде бұл екі пирогқа арнап жасап жатырмын. Астына бір ғана пирогқа жететін етіп рецепттерді жазып қоям. Жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты салып, ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте ерекше болып шығады. Піскен кезде өздеріңіз көретін боласыздар. Қамырымызды осылай илеп, бір келкі етіп аламыз да холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Оны екі бөлікке бөлеміз де, бір бөлігін алып, 24 диаметрлі табаны майлап, үстіне осылай жайып шығамыз. Шет-шеттеріне осына қолмен бортик жасап аламыз. Бәрі бір келкі болғанша жақсылап жайып шығамыз. Міне дайын болды. Енді начинкамызды саламыз үстіне. Бұл жерде міндетті емес, кез келген сухофрукты қойсаңыздар болады. Алдымен оны жудым мен, одан кейін кептіріп алдым. Содан соң пирогымыздың ортасына саламыз. Міне осылай салып шықтық. Енді үстіне сгущенка саламыз. Сгущенкамыз біздің міндетті түрде сапасы өте жоғарғы сапалы болу қажет. Арзан сгущенкалар жарамайды. Себебі түсі өзгеріп кетеді, дәмі де басқа болады. Сондықтан Три желания немесе Алексеевканың сгущенкаларын алып қолдансаңыздар болады. Енді сгущенкамызды бір келкі етіп жақсылап жайып шығамыз. Одан соң 180 градуста қысып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Және бірден біз формадан алмаймыз. 2 сағатқа бөлме температурасында қойып, содан соң барып формадан шешіп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.